Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет, құлпынай қосылған шпинатты торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 130 грамм шпинатты тазалап жуып аламыз. Ыдысқа шпинатты салып, оған лимон шырынын және цедрасын қосамыз, және сұйық майды құйып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Бөлек ыдысқа 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Оған тұз, ваниль қантын қосып, миксермен араластырамыз. Аз-аздан қант қоса отырып, шамамен 15-20 минуттай араластырамыз. Осындай қою, аппақ масса шығуы қажет. Енді оған шпинатты қосып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып, массаға ұнның барлығын бірден қоспай, аз-аздан електен өткізіп қосамыз. Лопатканың көмегімен астынан жоғары қарай асықпай араластырамыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, үстіне массаны құямыз. Жан жағына біркелкі етіп жайып шығамыз. Алдын ала қыздырылған духовкаға 180 градус 10-12 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын, енді кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, миксермен 2 минуттай араластырып аламыз. Үстіне салқын клейгейді құйып, 5-10 минуттай араластырамыз. Бисквит суыған соң шеттерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Оны қолмен үгітіп, крошка ретінде қолданатын боламыз. Бисквитті осылай өлшеп, 3 бөлікке теңдей етіп бөліп алатын боламын. Артылып қалған бөлігінен крошка жасап, бетін әрлеуге қолданатын боламыз. Бисквиттің ортасына құлпынай немесе малинаны қоссаңыздар болады. Мен құлпынайды қосатын боламын, осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Бисквиттің бірінші бөлігін алып, алдымен кремін жағамыз, содан соң құлпынайды қойып шығамыз. Екінші бөлігімен бетін жауып, үстіне тағы да крем жағамыз және құлпынайды салып шығамыз. Соңғы бөлігін қойып, қалған кремді барлық жеріне жағып шығамыз. Торттың шет жақтарын крошкамен әрлеп шығамыз. Тоңазытқышқа кемінде 5-6 сағатқа немесе түнге қалдырып қоямыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады, мен құлпынаймен сәндеп шықтым. Өте әдемі шпинатты құлпынай қосылған тортымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.